Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен нанды дәл осындай табада газда пісіріп үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Нан керемет болып піседі, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болады. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен таза бір ыдысқа ыстық суды құятын боламыз. Оның үстінен 4 ас қасық ұнды саламыз және де 1 шай қасық қантты салып, жақсылап араластырып, суымыз суығанын күтеміз. Менде осылай ұнды араластырып, қантты араластырып жатқан сәтте суым аздап суыды. Егер сіздерде суымай жатса, онда 1-2 минутқа сәл суығанша қоя тұрыңыздар, өйткені бізде ашытқымыз өте қатты ыстық суды ұнатпайды. Аздап суыған суға ашытқыны саламыз және тағы да жақсылап араластырып, бетін жауып, ашытқымыз көтерілгенше, яғни шапкасы пайда болғанша қоя тұрамыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай ашытқымызда реакция жүрді, шапка пайда болды, ары қаратай жалғастырамыз. Үстінен қалған мөлшердегі ұнды салып және де жарты шай қасық тұзды салып, осы қасықтың көмегімен, не болмаса лопатканың көмегімен қамырды илейтін боламыз. Достар, сондай-ақ менің арнамда жұмсақ болып пісетін батон нанның, ашытқысыз пісетін жеті нанның және де ашытқысыз пісіретін бауырсақтың рецепттері бар. Оларды көру үшін каналыма өтіңіз. Біздің қамырымыз дәл осындай жұмсақ болып шығады. Одан артық ұнды салмаймыз, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Менің қамырым тура 1 сағат тұрып көтерілді. Енді үстелдің үстіне молынан сумай жағамыз және де қолымызға да жағып, қамырды осы сұйық майдың үстінен түсіретін боламыз. Нанға қажетті заттардың мөлшерін видеоның астында описание бөлімінде жазбаша нұсқасында қалдырдым. Қамырымыз өте жұмсақ, сондықтан сұйық майды көптеп қолданамыз. Қолымызға сұйық майды жағып отырып, нанымызға домалақ форма береміз. Күнделікті газға тамақ пісіруде қолданатын табағының астына жақсылап сумай жағамыз. Табаның түбіне, шет-шетіне сұйық майды көптеп жағамыз. Қолданатын табамыздың формасы 24 см. Сіздерге де сол 24 см алуға кеңес беремін. Енді осы ыдысқа қамырды салып, таба бойымен үстінен сәл басып жоғартамыз және де үстінен тағы да сұйық май жағып, бетін жақсылап жауып, 30 минутқа тындырамыз. Жарты сағат тұрғаннан кейін қамырларыңыз тағы да көтеріледі. Бетіндегі салафанды аламыз және де газдың үлкен көзінің ең төменгі отына қойып 25 минут көлемінде пісіреміз. Және де табаның қақпағына да жақсылап сұйық май жағыңыздар. Егер де сіздерде табаларыңызда қақпақ болмай жатса, онда фольгаға сұйық май жағып қолдансаңыздар да болады. Дәл осы қалпында 25 минутқа қалдыратын боламыз және де қақпағын мүлдем ашпаймыз. Мінекей, менде нанның бір жағы 25 минут тұрды. Енді екінші жағына ауыстырамын және де тағы да 25 минут ұстайтын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай астыңғы жағы әдемі қызарып пісті. Енді екінші жағында дәл солай пісіріп аламыз. Нанның екінші беті де 25 минут тұрып пісіп шықты. Одан кейін мен нанды тағы да екі жағынан қатты отта табаның бетін жаппай сәл қызартып алдым. Дайын болған нанды міндетті түрде әбден суытып алып барып кесіңіздер. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай нанымыз қалың, бірақ ішінің барлығы толығымен піскен. Іші жұп-жұмсақ, ал сырты болса хрустящий корочкасы болады. Нан бізге өте қатты ұнады. Бір жасағынан шығатындар сәтті рецепт екен. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Жасап жатсаңыздар, осы видеоның астында пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Видео ұнаған болса, менің каналым ұнаған болса, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.